Marvel киноәлемі кеңеюді жалғастыруда. Дәрігер Стрэндж 2 қазір бірнеше Disney Plus сериаларын қамтитын орта қаламдағы 28-ші бөлімге айналды. Бірінші режиссерді атаңызға айналған Сэм Рэймиге ауыстыру жанкүйерлерді шабыттандырса, қайта түсірілімдер мен монтаждау туралы қауесеттер көңілсіз болды. Инсайдерлердің айтуынша, Marvel фильмдері соншалықты қараңғы емес етіп, көбірек әзілдермен көңілді қосуды шешті. Сонымен қатар, екі ананың тәрбиесінде болған жаңа кейіпкер Америка Чавестің сюжетін кеңейтті. Жасөспірім қызда басқа кейіпкерлер жасай алмайтын көп әлемге саяхаттауға мүмкіндік беретін ерекше қабілеті бар. Мәселе мынада, Чавес қабілеттерін бақылай алмайды. Басқа әлемдерге арналған порталдар қатты қорыққан кезде ғана ашылады. Олар қайда барса да қауіп төніп тұрады, және кез келген күресу әрекеті сәтсіздікке ұшырайды. Дәрігер Стрэндж фильмінде алғаш рет пайда болғаннан бері титулдық қаһарман Таноспен шайқасты, ғарышқа саяхат жасады, және сиқырдан қателескеннен кейін көп әлемге есік ашты. Фильм жұмбақ шытырман оқиғаны оның босағасына дейін жібереді. Ванда кетіп, мультиәлем жойылу қаупі азайды. Стрэндж өзінің кім екенін жақсы білетін жұмбақ елмен тағы бір шытырман оқиғаға тап болады. Оның ішінде дәрігер Стрэндж қашан қайтып оралуы мүмкін? Неге ол үшінші көзге ие болды? Және болашағы қандай болады? Осы сұрақтың төңірегінде жауап беруге тырысамын. Бұл материалда біз бірнеше біріктірілген сюжеттің нұсқаларының біріне сүйенеміз. Оны Reddit қолданушылары талдап қойған. Олар шамамен 90% дұрыс айта алады. Нәтижесінде барлығы дәрігер Стрэндж бен Вандаға байланысты екені белгілі болды. Акция өрмекші адам үйге жол жоқ оқиғасынан кейін орын алады. Жаңа фильмдегі Стрэндж, Вонг және Америка Чавеспен бірге Ванданың зұлым нұсқасына қарсы тұрады. Олардың мақсаты мультиғала мәселесін шешу. Фильм Ванда Максимовтың Даркхолд храмын және кітаптың барлық нұсқаларын ешкім қайтадан дуа жасай алмайтындай етіп қиратумен аяқталады. Бұл Америка Чавеспен оған басқа ғаламдағы балаларының оған қорқынышпен қарайтын көрсетті. Балаларына ана болғысы келмейтін түсініп, оларды Ванданың жер 838-ші нұсқасын қатты жақсы көретін біліп, Скарлет Вич артқа шегініп, бәрін түзетуге тырысады. Стрэндждің көмегімен Америкада өзінің қабілеттерін басқара алатынын түсінеді. Стрэндж бен Вонг комартажды қалпына келтіру үшін жұмыс істейді. Жаңа студенттерді оқытады және қалыпты жағдайға оралуға тырысады. Ванда өлді, ал Америка өзінің ата-анасын әлі таба алмады. Сонымен қатар дәрігер Стрэндж Даркхолд көмегімен басқа ғаламнан өзінің өлі денесін емденгеннен кейін үшінші көзге ие болады. Фильмнің финалы Стрэндж, Вонг және Американың жеңісі олардың барлығы Скарлет Вичтің мультиверсті өз мақсаттары үшін пайдалануын тоқтатуға барын салды. Дегенмен, әлемдегі кедергілердің соқтығысуына және бүкіл ғаламдарды жоюға әкелді. Ол өзімен бірге дәрігер Стрэнджді өзінің бүлдірген қателігін түзету үшін алып кетеді. Эмоционалды түрде бұзылған Ванда оңай жеңіледі. Тек соңына қарай әйтеуір есін жиып, әрекетке кіріседі. Оның үстінен Стрэндж Ванданы жеңді деп айтуға болмайды. Ол оны сендіре алды, немесе оны тыныштандырудың жолын тапты. Финалда Ванда басқа ғаламда Вандамен бірге тұратын балаларды табады. Алайда ұлдары сиқыршыны қабылдамайды. Дәл осы кезде Ванда кітаптың оны азғырғанын түсінеді. Ол Даркхолд храмын жоюға шешім қабылдап, ештеңе қалмау үшін бүкіл инфрақұрылымды құлатты. Кредиттен кейінгі көріністе Скарлет Вичтің әлі тірі екендігі туралы ешқандай түсінік жоқ, бірақ ол тірі болуы мүмкін. Ванда құлаған тастардан қорғану үшін сиқыр жасап, ғибадатхананың толығымен қирағанына көз жеткізгеннен кейін ғана пайда болған болар. Егер ол өлмеген болса, Ванда Вижнда жасағандай, біраз уақытқа жасырынып, содан кейін күштеріне қажеттілік туындаған кезде қайта пайда болады. Ванда Читон жасаған қара магия кітабы Даркхолдты иелігіне алды. Стрэндж басқа бір сиқырлы кітапты Даркхолдке қарсы тұру үшін қолдануға болады деп сенді. Бірақ та Вишанти кітабы оның көз алдында парақтары отқа жанды. Стрэндж Вандаға қарсы Даркхолдты қолданудан басқа таңдау болмады. Ол қара сиқырды қолданып, мультиәлемді құтқару үшін жанын тәуекелге тікті. Даркхолд нұсқасы ең алғаш рет Ванда Вижнде таныстырылды. Осы уақытқа дейін кітап мыстан Агата Харкнеске ие болған. Ол Даркхолдтың Вандаға арналған бүкіл тарауы бар екенін айтты. Ал Ванда Максимов оны хаос сиқырының құпияларын білу үшін алған. Өкінішке орай, Даркхолд сиқыры Ванданы қайғы мен қызғаныштың терең, қараңғы эмоцияларына түсіріп құбыжыққа айналдырды. Вишанти кітабына келетін болсақ, сиқырының тазалығы қараңғылыққа шыдамай өртеніп кеткен сияқты. Кейінірек фильмнің соңында Даркхолдты да жойды. Қазір екеуі де жоқ. Бірақ комикстерде қара сиқырдың барлығы кітаптарда емес екенін есте ұстаған жөн. Дәрігер Стрэндж Даркхолдты қолданып үшінші көзді иеленді. Комикстерде дәстүр бойынша Агамоттоның көзі бата ретінде тек жүрегі таза адамдарға беріледі. Дәрігер Стрэндж Ванданы тоқтату үшін ғана Даркхолдты пайдаланған ескерсек, оның ниеті жақсы болған. Бір қызығы зұлым Стрэнджде дәл осындай үшінші көз болды. Ал жер 616 нұсқада Даркхолдты қолданғаннан кейін ғана ие болды. Сірә, бұл көз кинода Агамото емес. Читонның көрінісі болуы мүмкін.
Қазір Даркхолд жойылды. Даркхолд пен Вишанти кітабының артында тұрған күштер әлі де бар екені анық, және дәрігер Стрэндждің тарихы олардыкімен болашақта қиылысады. Америка Чавес фильмнің соңында жер 616-да қалуды таңдады. Америка орасан зор күшке ие болғанмен, ол өз күштерінің ауқымын және оны қалай басқару керектігін енді ғана біле бастады. Камартажда қалып, қауіпсіз кеңістікте жатығып, қабілеттерін шыңдауға уақыт алды. Көптеген жылдармен Америка жер 616-да үй тапты, және ол жаңа шытырман оқиғаларға дайын болғанша сонда қалады. Енді Америка пайда болған соң, оның басқа Disney Plus фильмінде немесе сериясында оралу әбден мүмкін. Жеке фильмде Америка тағы бір жан-жақты шытырман оқиғаға кірісуі мүмкін. Тек осы жолы басқа ғаламда жоғалып кеткен және өлді деп есептелетін аналарын іздеп келді. Оның үстіне Marvel болашақта команда құрса, жас кегелушылар қатарына қосылады. Сондықтан, оның болашақ Marvel жобаларының біріне көріну мүмкіндігі өте жоғары. Бірінші фильмнен кейінгі сахнада сиқыршыларды жоямын деп аңсу ішкен Барон Мордо қайда? Дәрігер Стрэндж басқа ғаламдағы Барон Мордоны кездестірді. Бірақ бастапқы Marvel киноәлеміндегі Мордо қайда болды? Стивен Стрэндж және Америка Чавес Ванданың уысынан құтылу үшін жер 616 ғаламнан жер 838 ғаламына саяхат жасайды. Иллюминати түрмесінде отырғанда Стрэндж Мордо 616-ның Стрэнджге деген қызғанышпен жеккөрушілік сезіміне жүгіну арқылы Мордо 838-ді ашуландырады. Мордо 838 және Стрэндж 838 арасында қарым-қатынасының динамикасы айтылмаған. Бірінші бөлімде Мордо мен Стрэндждің қарым-қатынасы. Ол Стрэнджден ежелгі адамның өзінің сиқырында қараңғы өнерді пайдаланатынын білгеннен кейін шиеленісе түсті. Ең сорақысы, Мордо Стивен Стрэндждің тасты пайдаланып, уақытты манипуляциялауын және табиғи тәртіпті бұзуын, тіпті әлемді тарамамудан құтқарғанның өзінде құптамады. Нәтижесінде Мордо комартаждан басқа жолды таңдады. Мордоның жаңа мотивациясы олардың сиқырлы күшін ұрлау арқылы әлемдегі сиқыршылардың санын азайту болды. Өкінішке орай көрермендер Мордо 616-ны 2016 жылы дүйу бетінен бері көргенде, естігенде жоқ. Осылайша Мордо содан бері немен айналысты деген сұрақ ашық күйінде қалып отыр. Мордоның келісімі туралы ең қарапайым болжам посткредиттік сахнасына басталған іздеуді жалғастыруында. Ол бүкіл әлем бойынша сиқыршыларды аулап, олардың күшін тартып алып жүрген болар. Дегенмен Мордо көзіне көрінген сиқыршыдан сиқырды ұрламайды. Мордо белгілі бір кодты ұстанады. Ол заттардың табиғи тәртібін бұзбайтын сиқырды қарапайым жолмен қолдануға шақырады. Иллюминатидің киноға келуі үлкен мәселе. Өйткені мультфильм осы топтың қайта пайда болуына мүмкіндіктер жасайды. Бірақ бұл фильмге не үшін қажет? Иә, ештеңе үшін емес. Барлығы 5 минутта өледі. Фантастикалық төрттіктің жетекшісі нағыз өзінің ақымақ екенін көрсетті. Мистер Фантастика спагеттиге айналды. Капитан Картерді қалқана екіге бөлді. Ванда профессор Чарльз Ксавиенің мойнын бұрап сындырды. Қалғандары Капитан Марвел мен Қара дауылдың азапты өлімін айтпасақ та түсінікті. Көпшілік Иллюминати Стивен Стрэнджді өрмекші адам үйге жол жоқ фильміндегі мультфильмді екіге бөлген үшін жауапқа тартады деп болжады. Бірақ бұл мүлдем дұрыс емес еді. Стрэндждің Америка Чавеспен мультфильмді аралауы және басқа Стрэндждің қылмыстары Иллюминатиді ең көп алаңдатқан мәселе болды. Шындығында олар дәрігер Стрэнджді зұлым Ванда мен Даркхолд кітабынан әлдеқайда үлкен қауіп деп санады. Иллюминати енді бұл әлемде болмаса да, жанкүйерлер оларды енді ешқашан көрмейді деген сөз емес. Красинский мен Патрик Стюарт тек кішкентай көріністерге ғана тартылмайды. Олардың қатысуымен жеке фильм түсірілуі мүмкін. Оның әрекеті мультиверстің көптеген әлемдерінің бірінде өтеді. Ендігі басты сұрақ олар болашақта пайда бола ма? Иллюминати мүшелері басқа ғаламда әртүрлі варианттары өмір сүре береді. Тек 838 ғаламда олардың нұсқалары өлі болып қала береді. Бұл сонымен қатар Marvel мен Disney компаниясының фантастикалық төрттік пен X адамдар жобасында көп жұмыс істейтініне кепілдік берілгенін растайды. Фильмнің ең үлкен тосынсыйларының бірі посткредиттік сахнаның ортасында болды. Фильмдегі оқиғалардан кейін Стрэндж Нью-Йоркте серуендеп жүр, бірақ кенет ол басқа әлемге портал ашатын бейтаныс адамды көреді. Ол оны қайтадан ғаламды құтқаруға шақырады. Ал Стрэндж еш ойланбай бірден келіседі. Комикстерде Клея, дәрігер Стрэндждің студенті. Клея Орини атты қараңғылық ханзадасы мен Дармамудың әпкесі Умардың қызы. Сиқыршы таза мистикалық энергиядан тұрады. Клеяның өзі қараңғы өлшемнің мұрагері. Ол мистикалық өнерді жетік меңгерген. Шамасы Триквелді сиқыршы ескі жаумен қайта кездесіп, қараңғы өлшемге ену керек. Кредиттен кейінгі екінші көрініс сюжетке ешқандай қатысы жоқ. Онда Брюс Кэмпбеллдің кейіпкері бейнеленген. Фильмнің өзінде бұл Стрэндж және Америка қарсы алған бұзақы саудагері. Жабылу сахнасына Кэмпбелл сиқырдан босатылған соң жымиып, камераға бітті деп айқайлайды. Стрэндж және Америка Чавес Иллюминати әлеміне алғаш келгенде
Олар Брюс Кэмпбелл ойнаған бұзық азық-түлік сатушысын кездестіреді. Бұл Сэм Рэймидің Өрмекші адам 2 фильміндегі Брюс Кэмпбеллге арналған камео. Одан құтылуға тырысқан Стрэндж сатушының қолын сиқырлайды. Соның салдарынан өз қолы иесін жұдырықтап ұра бастайды. Стрэндж сиқырдың бірнеше айдан кейін жоғалатынын атап өтеді. Шындығында, бұл эпизодтар Сэм Рэймидің көптеген фильмдерінде пайда болған Брюс Кэмпбеллге эпизодтарды ұйымдастыру үшін қажет болды. Жылдар бойы қауесеттерден жалтарғаннан кейін, Иесіз Макс, жолдың қаһары фильмнің жұлдызы Шарли Стерн, сиқыршы Клея ретінде дебют жасады. Клеяны комикстерден білетіндер Стивен Стрэндждің өмірінде ғашығы ретінде үлкен рөл атқаратынын біледі. Сценарист Майкл Уолдерн Клеяның қосылуы дәрігер Стрэндж 3 фильміне қалай негіз болатыны туралы түсініктеме береді. Уолдерн дәрігер Стрэндждің ұлы махаббатын посткредиттік сахнада енгізу әрқашан жоспарда болғанын айтты. Жазушы Клеяны таныстыру үшін алдымен Стивеннің Кристин Палмермен махаббат туралы кітабын жабу керек екенін атап өтті. Кейіпкер енді Кристиннің біреуді сүю идеясына ашық бол деген кеңесін есіне алады. Стрэндж өзінің қорқынышымен бетпе-бет келу және біреуді сүю идеясына ашық болу үшін Кристиннің бұл даналығын естиді. Содан кейін Клея пайда болады. Екеуінің арасында не болатын болашақта көре жатармыз. Қазіргі уақытта контексті Клея туралы білетініміз. Ол Стрэнджден көмек сұрайды. Олар шындықтың қақтығысы, шабуылды тоқтату үшін қараңғы өлшемге барады. Түпнұсқа кек алушылар мен олардың одақтастары негізден күн батқанда және олардың орнын жаңа ұрпақ қаһармандар алмастырған кезде дәрігер Стрэндж 2 Бенедикт Камбербэтчтің мистикалық өнер шеберлігіндегі соңғы сапары бола ма, жоқ па белгісіз болды. Фильмнің соңында дәрігер Стрэндж қайтып келетіні белгілі болды. Алайда фильмде сиқыршыны келесі жолы қай фильмнен көретініміз айтылмаған. 4-ші фазаның негізгі кейіпкерлерін әлі толық қалыптастырмағанын ескерсек, дәрігерді көруге ұзақ уақыт бар. Сірә ол дәрігер Стрэндж 3 фильмінде, содан кейін кек алушылар 5-те пайда болады. Сиқыршыға тағы бір командалық ойынға кіріспес бұрын, оған тағы жеке фильм қажет. Трилогия оралуы жаңадан келген Клеямен қарым-қатынаста жақсы серпін бере алады. Егер дәрігер Стрэндж 3 фильмі түсірілсе, бұл біраз уақытқа дейін кинотеатрларда көрсетілмейді. Marvel 2023 жылдың соңына дейін фильмдердің шығу күндерін жариялап қойған. Сонымен қатар Қиялы төрттік, Blade және Капитан Америка 4 сияқты фильмдер әзірленуде, және әлі шығарылым күнін алған жоқ. Тіпті Marvel дәрігер Стрэндж 3-пен жұмыс істеп жатқан болса да, көрермендер оны 2 жыл өтпейінше күтпеу қажет. Marvel студиясының Disney Plus сериясы ал егер Marvel киноөлемін көңілді және қызықты түрде зерттеп, біз білетін және жақсы көретін оқиғалар мен кейіпкерлерге жаңа өмір береді.